Армысыздар, қадірменді теле көрермен, эфирде ашық сұхбат бағдарламасы. Тізгінде мен Клара Шербайқызы. Өздеріңізге мәлім, биыл Мақтаарал ауданына ауыл аманаты жобасы енгізілген болатын. Бұл бойынша ауданда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын тақырып дәл осылай. Жалпы бұл пилоттық жоба жайында толық мәліметтерді алу үшін Мақтаарал ауданы әкімінің орынбасары Саттаров Нұрбол Жақсылықұлынан сұхбат алуға арнайы келген болатынбыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Нұрбол Жақсылықұлы, жалпы ауыл аманаты пилоттық жобасы қандай мақсатта құрылды? Және бұл жоба үшін қанша қаржы қаралды? Жалпы мынау ауыл аманаты жобасы негізгі мақсаты мынау елді ауылдардағы, елді мекендердегі мынау тұрғындардың әл-ауқатын көтеру негізгі мақсатының бірі болып табылады. Одан бөлек жұмыссыз жүрген жастар, емесі жәндегі өздеріңіз білесіздер, мынау атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларға жәндегі тиісті мемлекеттің жеңілдетілген пайызбен берілетін несиелерін алып, өз кәсібін ашып, ары қарай сол отбасына, сол жалпы тұрғындардың әл-ауқатын көтеру болып табылады. Жалпы бұл бағдарлама өздеріңіз білесіздер, бұл жоба негізім 2019 жылы Жамбыл облысында бастау алған. Ары қарай ел президентіміздің қолдауымен барлық өңірлерге енгізу, сөйтіп мынау жәндегі тек қана ауданның орталықтары, емесе қалалар емес, жәндегі соның ішіндегі анау жәндегі түкпірдегі ауылдағы тұрғындардың жәндегі жәрдем беру, өз кәсібін ашуға ықпал ету мақсатында құрылған бұл жоба. Жалпы біздің ауданда осы жобаға, ауыл аманаты жобасына 4 ауылдық округ пилоттық ретінде енгізіліп отыр. Бірінші кезеңмен аудандағы Аязхан Қалыбек пен Достық ауылдық округ енгізілген. Кейінгі екінші кезеңмен Ержар ауылдық округ мен Жамбыл ауылдық округ енгізіліп отыр. Енді бүгінгі таңға осы жобаға қатысты қызу жұмыстар жүргізілуде. Жалпы бүгінгі таңға аудан бойынша 202 жоба ниет білдіруші құжат тапсырған. Оның ішінде 126 жобасына жәндегі тиісті кредит комитеттен қолдау тауып отыр. Дәл бүгінгі күнге 91 жоба қаржыландырылып отыр. Оның сомасы, 91 жобаның жалпы бөлінген бүгінгі несие сомасы 522,7 миллионды құрайды. Өте тиімді жоба. Бүгінгі таңға жалпы ауданда облыста тиісті жұмыс топтар құрылған. Осы жұмыс топтар барлық пилоттық жобаға енгізілген ауылдық округтерде тиісті жұмыстарды насихаттау, үгіттеу, осы жобаны түсіндіру мақсатында жұмыстар жүргізіп жатыр. Соның нәтижесінде жобаға қатысам деген ниет білдірушілердің саны артуда. Шыны керек, жылдың басында бұл мәселе көтерілгенде тұрғындар тарапынан бұл жобаға сенімсіздік білдірілгені рас. Өйткені бұған дейін бұндай тиімді тәсілдермен аз кеп құжат талап етумен, оның үстіне несиенің ставкасы дейміз ғой, төлемі 2,5% болғаннан кейін сенімсіздік білдіргені рас. Бірақ мына жобаға қатысып, тиісті қаржыларын алып, өз кәсібін ашып жатқан халық көріп, бүгінгі таңға осы жобаға қызығушылық, ниет білдірушілік өте артып отыр. Соның енді айттым ғой, 91 шаруа жоба қаржыландырылды. Одан бөлек бізде қазір 48 жоба мақұлданып отыр. Қазір мақұлдану үстінде кредиттік комитет қарап, кем-кетігін түзесе, ары қарай мен ойлаймын, сол 48 жобада осы жыл соңына дейін қаржыландырылатын болады. 91 жобадан бөлек. Жалпы жыл соңына дейін қанша жоспарланып отыр? Қанша адам болса? Жыл соңына дейін біз қазір 91 болатын болса, бір 130 жобаны қаржыландырсақ деп отырмыз. Енді неге ондай анауымыз бар? Өйткені қазіргі таңда мына құжаттың жиналуы, одан кейін сол мақұлданып жатқан құжаттардың қаралу мерзімдері бәрі ескеріліп отыр. Сондықтан осы жыл соңына дейін 130 жоба 4 ауылдық округтен қаржыландырылса, өте үлкен жетістік болып табылады деп біз өзімізше
және жоспарлап отырмыз. Дегенмен бұл жоба биылғы жылмен ғана шектелмейді, биылғы жылмен тоқталмайды. Қазірдің өзінде ендігі жылға бөлінетін қаржы көлемі бәрі айқындалуда облыс тарапынан. Мен ойлаймын, алдағы уақытта тек қана 4 ауылдық округпен шектелмей, аудандағы барлық ауылдық округтер осы жобаға тартылатын болады. Осы жобаны қолдау табады деп ойлаймын. 2,5% несие бойынша, қаржыландыру бойынша алдын ала құжат тапсыру жұмыстары үлкен мәселе туындатты. Және құжаттары кері қайтарылған азаматтар бар ма, және не себепті? Оған сүйемелдеу жұмыстары жүр. Дұрыс айтасыз, ол жағдайда бар. Жобамыз бірінші кезекте әр ауылдық округтерде тиісті мамандарды, ауылдық округтың орынбасарын біз осы жобаға қатысушыларға жәрдем беру мақсатында бекіттік. Тұрғындар аудан орталығына, немесе Түркістан қаласына әуре болмайды құжат тапсыру үшін. Сол округтегі мамандарға бірінші кезекте тапсырылатын 8 құжат бар. Сол 8 құжат тапсырады. Оны ауылдық округтерде бекіткен мамандар тиісті құзырлы органдарға жеткізеді. Ол айтып отырмын, айттым ғой, кредиттік комитетте мақұлданса, ары қарай қосымша қажетті құжаттарды содан кейін барып жинақтайды тұрғындар. Бұл өте тиімді, өйткені дұрыс айтасыз, арамызда ниет білдірушілердің біразында кредиттік комитет мақұлдамай қайтарған жобаларымыз да бар. Оның бірінші кезекте олардың қайтару себебі мынау тұрғындарда әлде де басқа екінші деңгейдегі немесе басқа банктерден қарыздары болуы мүмкін. Қарыздары болады, немесе қарыздары болмаса да бір-екі банктерден несие алып, соны аймай құйып отқан жағдайлар да болады. Сол кредитный комитетте бұл барлық жобаға қатысушылардың құжаттары, несиеден қарыздары, берешектері бар ма, бұрын черный список деп жатамыз ғой, төлей алмай қалып бір міндеттемелер мойнында әлі тұрған болса, ол кредитный комитет оны мақұлдамай кері қайтарып жатқан жағдайлар да бар. Енді басым бөлігі себебі осындай, бірақ берде тұрғындар тарапынан да кейбір жағдайда жоба мақұлданып тұрған жағдайдың өзінде өз еркімен бас тартып жатқан жағдайлар да бар. Оның бірінші себебі енді өздеріңіз білесіздер, жалпы жобаға қатысушы тұрғындарға ең жоғарғы мөлшері 8.625.000 болып табылады. Соның барлығын бермей, бір 3-4 миллионға, емесе 2,5 миллионға мақұлданып отқан жағдайда, тұрғындар өз еркімен одан бас тартып отқан жағдайлар да бар. Яғни қойылған мүлікке байланысты? Қойылған мүлікке, залогына қарай, тиісті айтып отырмын ғой, түрлі себептерге байланысты кредитный комитет қаржыны мақұлдайды жобасын. Оған бірінші кезекте төлеуге мүмкіндігі бар қаржының көлемінде мақұлдайды. Ары қарай сол тұрғын жобаға қатысушы мақұлдайтын болса, сол жобаға қатысушы ретінде басқа құжаттарын толықтырып жинақтауға кіріседі. Жобасы мақұлданып, қаржыландырылған 91 азаматтың дәл қазіргі уақытта жұмысы қалай жүріп жатыр? Бақылап жатырсыздар ма, таныстыңыздар ма, тыныш-тіршілік? Иә, ол болса да, енді бәрібір аз төменгі пайызбен беріліп, емесе жобаның өзі өте тиімді болуына байланысты көптеген тұрғындар айтылып отыр, алынып жатыр. Ол алған жобаларды міндетті түрде бірінші кезекте қаржы ұйымы, бүгінгі таңға ырыс микрокредиттік ұйымы дейміз ғой, солардың уәкілдері бекітілген әр округке келіп, сол алынған қаржыны одан кейін бизнес жоспарына сәйкес мақсатты жұмсалуын тексеріп тұрады. Жалпы жобаға қатысушыларға счетына ақша түскеннен кейін 60 күннің ішінде олар өз жұмысын бастау керек. 60 күн каникулдық мерзім беріледі. Оға дейін мал шаруашылығымен айналысатын адам малды қай жерден алады, басқа қылады, жылыжай болатын болса қай жерден алады, қандай есептемелері бар, сол мерзім беріледі. 60 күннен кейін ол өз кәсібін бастау керек.
Жалпы мынау ауыл аманатына қатысты қаржылардың басым бөлігі десек те болады. Негізгі бөлігі мынау шілде айына, тамыз айында берілді. Сондықтан жәндегі 60 күндік мерзім бар, басқа бар. Жалпы сол жәндегі мерзім өткенге дейін жобаны әлде де мынау қаржыландырылғанмен бастамай тұрған тұрғындарымыз да бар. Бірақ жәндегі 91 жәндегі жобаның бүгінгі таңға мен жаңылыспасам бір 70-тей уже өз бастады жұмысын. Міндетті түрде бізде жәндегі мынау аудан әкімдігі тарапынан жәндегі қадағалап отырамыз мақсатты жұмсалуын. Себебі олар мақсатты жұмсамай, ертең мынау қаржы ұйымдарының алдында жәндегі міндеттемелер орындалмай, бір жәндегі пене штрафқа емесе басқа ілініп жатса, біздіңге де жәндегі өте әсер етеді. Сондықтан жәндегі барынша сол жобаларды сүйемелдеуге, тиісті қаржыларды уақытылы, сапалы игерілуіне, талапқа сәйкес игерілуіне басымдық беріп тексеріп отқан жағдайымыз бар. Жаман емес, қазіргі таңның өзінде мал бордақылау, жәндегі сауын, сиырлар алу мәселесі бір қалыпқа келтірілді. Жобаның талаптарына сәйкес малды қандай да бір ірі қара болсын, жылқы болсын, Түркістан облысынан тыс өңірлерден жәндегі алып келу деген талап қойылған. Оның бірден бір мақсаты бірінші кезекте осы облыстағы мал бас санын көбейту. Мынау округтен округке өзінің ағайын туысқандарынан ала салу және малды емесе басқа да фактілер болдырмау мақсатында осындай талап қойылған. Қазіргі таңда солтүстік өңірлерден, Жамбыл облысынан, Қызылорда облысынан малдар келіп жатыр. Осы келіп жатыр, сояқтан әкеп жатыр. Жерсінбейді деген мәселелер алдында туындаған еді, ондай емес. Қазіргі келіп отқан малдар жерсініп, жәндегі өз бордақыланып отқан малдар салмаққа салмақ қосып емесе, жәндегі сауын сиырлар, жәндегі мынау жергілікті сиырларға қарағанда, жәндегі мынау сүт дейміз ғой, енді күнделікті берілетін сүттің көлемі де артып отқан жағдайы бар. Одан бөлек жәндегі жылыжай салушыларда қатары өте көбеюде. Бұрындары өздеріңізге белгілі, мынау ауданда мынау қолдан қалай келеді, солай жылыжай салып, енді жәндегі фермерлік жылыжай дейміз ғой, сөйтіп өз кәсібін жәндегі дөңгелетіп отқан шаруаларды да көріп, мынау жобаға қатысушылар осындай жылыжайларды міндетті түрде талапқа сай келетін жылыжайларды құрып, соның нәтижесінде мынау бұрынғы осы аудандағы жұмысын істеп отқан жылыжайларға қарағанда өнімділігі де басқасы да артып отқан жағдайы бар. Және осы жылыжай бойынша келесі жылға жаңалық субсидия беріледі деп жатыр. Осы 2,5% несиемен ашылған жылыжайларға да беріледі ме бұл субсидия? Міндетті түрде. Ол міндетті түрде беріледі. Оның бірден бір жәндегі енді бір-екі мәселесі бар. Ол жылыжайға, құрылған жылыжайларға міндетті түрде арнайы сертификат алу керек. Оның жәндегі қалай алу керек, кімдерге барып, қандай құжат өткізу керек, бұны да сүйемелдеп отқан жағдайымыз бар. Сондықтан бұл жылыжайларға да жәндегі мына жоба аясында ашылып отқан жылыжайларға мемлекет тарапынан жәндегі кеткен шығынның бір бөлігін өтеу мақсатында субсидия берілетін болады. Оны да қазір сол жобаға қатысушыларға біз түсіндіріп отқан жағдайымыз бар. Тек қана ол жылыжайлар міндетті түрде мына жылыту жүйесі болу керек, тамшылатып суару жүйесі болу керек. Басқа да бір-екі талаптары бар. Негізгі талабы жәндегі 2 талап. Сол талаптар орындалған жағдайда субсидия беріледі. Осы 2,5% несие бойынша мынадай бір сұрақ болды. Ауыл тұрғындары тарапынан Достық ауылдық округі тұрғыны 2,5% несие алған. Оның мақсаты жылыжай салу. Алайда қаржы 5 миллион теңге қаржыны алғаннан кейін жылыжай салу ниетінен өзгеріп, мал бордақыласам ба деген ниеті болған. Яғни айтайын дегенім, мақсатты өзгертуге болады ма қаржыны алғаннан кейін? Мақсатты қаржыны алғаннан кейін өзгертуге болмайды. Қаржыны алмай тұрып, жәндегі мақсатты өзгертуге болады. Қаржы алынғаннан кейін, ол жәндегі айтып отырмын ғой, тиісті құзырлы органдар, жәндегі қаржы ұйымдары, сол жәндегі жобаға қатысушының бизнес жоспарына, тиісті құжаттарына сәйкес жәндегі қаржының көлемін бөледі. Сондықтан ол қаржыны алып, жылыжайға деп алып, ары қарай басқа жәндегі мал бордақылау, емесе басқа да өз кәсібін ашуға жұмсап жіберетін болса, ол жәндегі мына келісімшарттағы талаптарды бұзған болып табылады, ол қаржы қайтаруға жатады. Бірақ қазірдің өзінде мынау қаржыланып қойған, бірақ жобаны әлі бастамаған болатын болса, қаржыны қайтадан кері қайтарып,
қайтадан тиісті құжаттарды жинақтап, жобаның мақсатын өзгерте отырып, жаңағы өзіне тиімді, өзінің немесе жаңағы өзіне жаңағы мақсатына жаңағы сай жаңағы жобаға ауыстыруға болады. Бірақ ол үшін қаржыны қайтадан қайтару керек, қайтадан жаңағы құжаттарды бизнес жоспарына сәйкес басқа тиісті өткізу керек. Түсінікті. Мемлекеттен несие алып, өз кәсібін дөңгелетіп отыр ғой енді дәл қазіргі уақытта. Бұл осы жоба дәл қазіргі уақытта ауыл халқының әлеуетін көтеруге септігі тиіп жатыр ма? Ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік дамып жатыр ма? Өзгеріс бар ма? Енді бұл мен жайында айтып отырмын ғой, бұл жобаға қатысушылардың жайында негізгі біздің аудандағы жобаға қатысушыларды қаржыландыру шілде-тамыз айларында, осы қыркүйек айында жүргізілді. Біраз жаңағы жұмысын бастап атқан жобаның, мен ойлаймын, Құда қаласа ары қарай ауданға, немесе сол округке, сол тұрғындарға жаңағы пайдасы жөнінде, соның жаңағы тиімділігі, немесе жаңағы басқасын сол кезде көрінеді. Бірақ дегенмен қазірдің өзінде айтып отырмыз ғой, жаңағы енді статистикалық есептерге сәйкес сүйене отырып жаңағы шығады ғой, ауданның, немесе ауылдық округтың жаңағы көрсеткіштері. Қазірдің өзінде мал бас саны көбейіп, жаңағы жылыжайлардың саны артып, сөйтіп анағылып атқан жағдайы бар. Ары қарай оның тиімділігі басқасы, мен ойлаймын, Құда қаласа алдағы уақыт көрсетеді. Бұның тиімділігі өте, мен ойлаймын, өзімнің ойым. Өйткені қазіргі жобаға қатысушы ниет білдірушілердің ынтасына, басқасына қарап, мен ойлаймын, тиімділігі өте жоғары болады. Енді уақыттың еншісінде қалғаны. Ауыл аманаты жобасына қатысуға ниет білдірген азаматтары болса, әлі де құжат тапсыруға мүмкіндігі бар ма? Яғни биылғы жыл қанша уақытқа дейін жалғасады? Енді бұл құжат тапсыру мерзімі белгіленбеген, сондықтан құжат тапсырам деген ниет білдірушілер болса, әлде де тапсыра беруге болады. Бірақ биылғы жылға жалпы өздеріңіз білесіздер, енді облысқа, жалпы облысымызға 19,8 миллиард ақша бөлінген. Сол қаржы таусылып қалған жағдайдың өзінде мақұлданып отқан, биылғы жылы мақұлданған жобалар келесі жылға бөлінген қаржылардың есебінен қаржыландыруға жатады. Олай болса, жобаның бағыттары жайлы айтып өтсеңіз, таныстырып, және қандай құжаттар қажет болады? Енді жалпы жобада 6 бағыт белгіленген. Бірінші кезекте жаңағы мал шаруашылығы, жаңында айтып өттім, бордақылау, емесе сүт, емесе мал басын көбейту мәселесі. Екіншіден өсімдік шаруашылығына, және өсімдік бағытын жаңағы дамыту, жаңағы өзіміз айтқан жылыжай, емесе жаңағы тамшылатып суару, жаңбырлатып суару технологияларын пайдалану, емесе жаңағы жылына 2-3 рет жаңағы өнім алу мақсатында пайдаланатын шығындарға жаңағы жұмсауға болады. Одан бөлек жаңағы балық шаруашылығын дамыту бағыты бар. Төртінші бағыт. Төртінші бағыт. Енді үшінші бағыт ретінде құс шаруашылығын дамыту. Одан бөлек жаңағы кооперациялар құру арқылы кооперативтерді жаңағы қаржыландыру 5-ші бағыты. 6-шы бағыты енді ол өз кәсібін ашу деген бағыт. Осы бағытқа жаңағы осы бағытта 6-шы бағытта түрлі жобаларды қаржыландыруға жоба арқылы, ауыл аманаты арқылы болады. Тігінші, дәнекерлеуші деген сияқты. Дәнекерлеуші, тігінші, емесе жаңағыдай бір сабын шығарам, емесе басқа да қандай да бір кәсіп, кондитерлік өнімдерді шығарам деген қандай да, мен қазір облыс бойынша негізгі басымды жаңағы алдында 50 жоба белгіленген еді, қазір қосымша тағы 30 жобаны қосты. Демек 80 жобаға біз қазір жаңағы тұрғындар өз кәсібін ашуға толық мүмкіндігі бар. Сол жобаларды, біз барлық жобаларды ауылдық округтер арқылы, тиісті мамандар арқылы жаңағы ауылдағы тұрғындарға жеткізуге тырысып жатырмыз. Сондықтан осы жобаға қатысты жаңағы қандай да бір ниет білдірушілер болса, мен жаңағы айтып отырмын, қазіргі енді ауыл аманаты жобасы бойынша облыста негізгі жаңағы қолдау тауып отқан осы 6-шы бағыттағы жобалар. Сондықтан алдағы уақытта тапсырам, алдағы уақытта ниеті бар тұрғындарды осы 6-шы бағыт өз кәсібін ашу бағытына мен ұсыныс берер едім ашуға. Енді бұған қандай құжаттарды әзірлеу керек тұрғындар?
Енді берде құжаттар негізінен мына кепілге қоятын жаңағыдай құжаттары бірінші кезекте дұрыс болса болғаны. Мысалы, мына үйді қоятын болса, үйдің құжаттары, госактісі, мына техпаспорт деп жатамыз ғой, солар бәрі дұрыс болу керек. Іс жерде кепілде тұрмау керек. Жаңағыдай құжаты іс жерде жаңағыдай анау не дейді, кепілдікте тұрып, басқасы болмау керек. Қалған құжаттардың барлығын жаңағыдай қолжетімді, жаңағыдай мынау тиісті жеке куәліктерін, бизнес жоспар, мынау үй басқа біреудікі болса, оның жаңағыдай рұқсаты, жаңағыдай анау кепілге қоюға рұқсаты қағаздар керек. Басқа ешқандай берде анау жоқ, қиыншылығы жоқ. 8 құжатты бірінші тапсырады, жаңағыдай мен айтып өткен. Мал алатын болса, малы жоқ, емесе малы бар деген справкаларды алады. 8 құжатты тапсырып, жобасы мақұлданғаннан кейін барып, жаңағыдай жобаға қатысушы арнайы ИП ашып, ИП-ның счетін ашып, одан кейін жаңағыдай өзінің жаңағыдай мына мүлкін бағалау жүргізіп, сол құжаттарды қосымша ұсынады. Басқа ешқандай қиындығы жоқ бұл құжаттардың. Үйден басқа тағы қандай затты мүлікке қоюға болады? Барлық жаңағыдай жылжымайтын мүліктерді, жылжымалы мүліктерді қосымша кепіл ретінде. Жылжымалы көлік деген. Иә, бірінші кезекте жаңағыдай бірінші анау ретінде жылжымайтын мүлік қояды. Үй болады, емесе бір өндірістік ғимарат болады, емесе басқа. Оның құны жетпей, жаңағыдай тиісті қаржыны алуға сондай болатын болса, мына жылжитын мүліктерді де қоюға болады. Техникаларды, мысалы трактор болады, емесе жаңағыдай бір машинасы болады дегендей, оны да қоюға болады. Енді осы пилоттық жоба бойынша әлі де ақпараттық жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Иә, бұл ақпараттық жұмыс сол жоба жалпы қолданысқа енгізілгеннен жүргізіліп жатыр. Әлде де тоқтап жатқан жоқпыз. Барлық елді мекендерде біз аралап, мына жаңағыдай айттым ғой алдында, жұмыс топ құрылған ауданда да тиісті мамандарды, мынау жаңағыдай қаржы ұйымдары, мынау ырыс микрокредиттік ұйымның өкілдері бар осы жерде, Атамекен кәсіпкерлер палатасы, одан кейін мынау кәсіпкерлерді қолдау орталығы бар, солардың мамандарымен біргелікте біз жаңағыдай кесте түзгенбіз. Кестеге сәйкес барлық округтерді біз аралап, жаңағыдай тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таба беретін болады. Сұхбат соңында аталған жоба бойынша ол жобаның нәтижелі болуы кімге байланысты, сіздің пікіріңізше? Енді нәтижелі болуы бірінші тұрғындардың өздеріне байланысты. Енді тұрғында бір нәтижеге мынау ауданның жаңағыдай көрсеткішін көтерейін деп жұмыс жасамау керек. Бірінші кезекте өзінің әл ауқатын жақсартуға, өзінің кәсібін ары қарай дамытуға атсалысу керек. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазіргі таңда мен жаңағыдай айтып өттім ғой, ынта өте жоғары, мен ойлаймын, бұның нәтижесі өте жоғары болады. Мына қазіргі таңда жаңағыдай мынау жобаға қатысушыларды біріктіру мақсатында, солардың өндіріп жатқан өнімдерін бір жерден қабылдап, бір жерден өңдеп, болмаса бір жерден қабылдап, өңдеуші жаңағыдай кәсіпорындарға жеткізу, бір жерден жеткізу мақсатында мына кооперативтер құрылып жатыр. Кооперативтердің жаңағыдай әрбір ауылдық округте құрылған негізгі мақсаты сол жобаға қатысушы жеке жаңағыдай мынау кәсіпкерлердің басын қосып, солардың өндіріп жатқан өнімдерін терең өңдеп, емесе терең өңдейтін жаңағыдай кәсіпорындарға бір жерден жеткізіп, келісімшарттар арқылы жаңағыдай қызмет көрсету болып табылады. Жаңағыдай осы мақсатта мен ойлаймын, қазір мына кооперативтер құрылып жатыр. Алдағы уақытта осы кооперативтердің жаңағыдай қадағалауында солармен бірлесе отырып жұмыс істеудің арқасында үлкен нәтижеге жетеміз. Тағы бір сұрақ, осы ауыл аманаты жобасына қатысып, кәсіп ашу үшін әрине білім де керек сияқты, еңбекпен қоса. Яғни жобаны жасау, қаржылық сауаттылық керек. Бұл бойынша әкімдік тарапынан ауыл тұрғындарына өзінің кәсібін ашу бойынша сүйемелдеу, оларға үйрету, қаржылық сауатын арттыру бойынша қандай жұмыстар жүргізілді? Өте орынды сұрақ. Жаңағыдай бұл жұмыстар мен айтып жатырмын ғой, жаңағыдай тек қана мына жобаны жаңағыдай түсіндіру емес, ары қарай сүйемелдеу, сол жаңағыдай білмеген жаңағыдай жерлерін үйретумен де айналысып жатырмыз, қолымыздан келгенше. Бірақ дегенмен бұл соны үйретуді жаңағыдай айтып өттім ғой, жаңағыдай аманат Атамекен жаңағыдай кәсіпкерлерді қолдау орталығының мамандары, жаңағыдай мынау кәсіпкерлерді қолдау жаңағыдай орталықтардың тиісті уәкілдері айналысып жатыр. Одан бөлек біздер жаңағыдай мынау тиісті мамандарды, осы жаңағыдай мысалы балық шаруашылығы болатын болса, мына Шардарадағы осы балық шаруашылығымен айналысып жатқан, бұрыннан айналысып жаңағыдай кәсібін дөңгелетіп жатқан жаңағыдай шаруаларды да шақырып, жаңағыдай сол бағдарламаның
жалпы балық шаруашылығына қатысты қандай мәселелер бар, бағдарламаны қалай жүзеге асыру керек, ол балықты қалай өсіру керек, шабақты қалай алу керек, қандай жәндегі құрама жеммен қамтамасыз ету керек деген сияқты сондай жәндегі уже өз кәсібін дөңгелетіп жатқан бағыттардағы шаруаларды тиісті мамандар шақырып та жәндегі сабақтар өткізіп жатқан жағдайымыз бар. Жақсы, рахмет. Құрметті телекөрермендер, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.